Алдыңғы бағдарламамызда мәлім еткеніміздей, пайтақтымызда Достық 2022 халықаралық фестивалы өткерілді. Халықтарды бірлестіріп, достықты бекемлейміз. Атынан мәлім фестиваль түрки тілдес халықтарының туысқанлық қарым-қатынасын байланыстарды күшейту жолындағы әмелі илажлардың бірі. Делегация ағзалары 2 күн өксе болып, пайтақтымыздың бірқатар диққатқа лайықты орындарында халқымыздың рухи һәм мәдени мираслары, үрп-әдет дәстүрлері менен жақыннан танысты. Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театрында болған меймандар Қарақалпақ халқының милли қадіретлары, фольклоры, театр жәмәтінің мәдениетімізді рауажандыру үшін істеп атырған жұмыслары менен жақыннан танысты. Бүгінгі күн бізге бек іссі күн тиеді. Мен аяғым басып тұрым Қарақалпақ еріне, жүрегім телезейді, жүрегім көкке етеді. Неге десе 87-шіден алып қатынау болмаған арамызда. Ызғы қатынау 35 жылдың арияғында болған. Мен бүгін келіп тұрмыз. Алла беткен болса, біздің келуден алып, мен үмітленемін. Арамызда достық болсын деп үйренеміз. Түнен бір әру фестивалі болды, затта фестиваль болды. Соны озғардық. Мен сахнаға шыққанда, мен жүргізтуші едім. Делараман бірше жүргіздік. Бек халық бек әру алды. Ноғай дегенде тұрып шабайға ақтылар. Маға бек әру болды. Арамызда көп зат қосым, тілімізді бір, дінімізді бір, бәріздімізді бір. Бұнан соң халықаралық достық қатынастықтарын бекемдеу мақсатында Әзербайжан һәм Ноғай елдерінен келген мейманларға Қарақалпақ милли тағамларының таярлану барысы көрсетіп берілді. Қонақлар келіп, біздің Қарақалпақ халқыны қуантырып жатыр. Міне ұсыннан пайдаланып, біздер Қарақалпақ милли тағамларымызды намайыш қылып, көрсетіп, бұларға біргелікті мастер-класстар өткізіп, біргелікті таярлап, өзіміздің бауырсақларымызды көрсеттік, жүгері күрттерімізді көрсеттік, қуырылған балықларымызды көрсеттік, салатларымызды көрсеттік, жүгері ұнларымызды, жүгері ұнлардан таярланған ауқатларымызды көрсеттік. Азербайжан бөлмесінен, жүзімнің жапырағынан, болгарский перістен таярланған бөшке гүрішті араластырып, бұларым өзінің пікірлерін бірге ортақлаштық бұларынан. Әлбетте, тілі, діні бір-біріне ұқсас жақын болған түрки тілдес халықтар арасындағы бұл қатынастар, мәдени байланыстар еле ұзақ давам етеді.